негізінде бұл сырды бір уақыт өтуіменен ашаман деп бәрібір бөлсемен қалыппен деп жүрмін. Негізінде мен атам менен апам қолында өскенім себебі 3 жасымда сол нөкістен мен алып кеткен анасыз қалып қойғанмын да мен негізінде. Сөйтіп сол атам мен апам қолында өскенім себебім сол атам мен атам, папам, анам, сол апам мен атам деп есептейтін едім. Осы күнге дейін мәселен сол мектепте де енді оқушылар, жоралар бұл кезде кішкентай ғой. Бәріміздің сол кругозорымыз бәрібір басқаша болады. Фархаттың мамасы жоқ, тағы бір зат деп енді баланың тілінде айтыла беретін зат қой ол. Үйге жылап келетінім. Неге менің мамам жоқ? Сөйтіп апам ауытып. Құлас. Жақынға дейін сол инсанлардың қасында қазір нөкіске келгеннен кейін 2015 жылы папамның қолына берді. Атам қайтыс болып қалмастан бұрын қасында болуым керек. Қасына ауқат жайына қара. Қазірде папамның қасындамын. Сөйтіп сол 2000 атам қайтыс болып қалмастан бұрын жаңа кастингке той продакшнның 1 жылдық концертін беретін болдық. Сол 1 жылдық концертте атам қатты ауырып қалды, андай рак болып ауырып қалды. Төсек тартып. Концертке қатты таярландық біздер, олыма. Барымызды беріп, себебі бәріміздің минетіміз еді, ол концерт зор өтуі, адамның екі қосық, мәселен әрқайсымызда екі қосықтан болатын болса, екі қосықпен адам келтіру қиын ғой, бәрібір. Құласы айтacağım, сол концертте қосық айтып тұрсам, қосығым ярымына келдім. Бірақ та хасасымен атам кетірген екен, мен бетке қарай. Олыма етім түржігіп, не істерім білмей қалдым, қосық. Микрофонмен басқа, олыма. Толқыланып кеттім, олар сол концертке келеді деп ойламадым, мен ұлыма ойламадым ол концертке. Сол концертті өткізді, қайтыс болды. Құлағыма сыбырлады. Қосық айтып тұрсам, мен елеспесі естім. Мағалес балам, сен үлкен сахнада көрдім ақырын.